Саламатсыздар ма оқушылар, бүгінгі біздің тақырыбымыз квадрат теңдеулердің комплекс түбірлері. ax квадрат плюс bx плюс c тең 0. Мұндағы a 0-ден өзге сан квадрат теңдеуінің дискриминант 0-ден үлкен болған кезде әртүрлі екі түбірі болады. Дискриминант 0-ге тең болған кезде тең нақты екі түбірі болады, және дискриминант 0-ден кіші болғанда нақты түбірлері болмайды. Яғни бұл сіздерге 8-ші сыныптан бері таныс. Енді ax квадрат плюс bx плюс c тең 0 квадрат теңдеуінің дискриминант 0-ден кіші болғанда комплекс сандар жиынында екі түбірі болады. Өткен сабақтан таныс, -1 дегеніміз комплекс сандар жиынында и квадратқа тең. Осы нәрсені ескереміз. 5x квадрат минус 8x плюс 5 тең 0 түріндегі квадрат теңдеуді шешіп көрейік. Алдымен дискриминантын табайық. 64 минус 4 көбейту 5 көбейту 5, сонда минус 36. Енді минус 36 дегеніміз бұл минус 1 көбейту 36-ға тең. Және комплекс сандар жиында минус 1 и квадратқа тең, сонда 36 и квадратқа тең болады. Енді түбірлерін табайық. 8 минус түбір астында 36 и квадрат бөлінген 2 көбейту 5. Сонда 8 минус 6 и бөлінген 10. 2-ке қысқартатын болсақ 4 минус 3 и бөлінген 5. Арқарай екінші түбірі x2 8 плюс түбір астында 36 и квадрат бөлінген 2 көбейту 5. 8 плюс 6 и бөлінген 10. Сонда 4 плюс 3 и бөлінген 5. Негізгі теоремасы. Комплекс сандар жиында константаға тең емес көп мүшенің кем дегенде бір комплекс түбірі болады. Бұдан шығатын салдар константаға тең емес кез келген көп мүшені комплекс сандар жиында сызықты көбейткіштерге жіктеуге болады. Екінші салдар, егер комплекс сан нақты коэффициенттер бар көп мүшенің түбірі болса, онда оған теңдес сан сонша еселік түбірі болып табылады. Жаңағы өткен мысалда байқаған болсаңыздар, берілген квадрат теңдеудің түбірлері бір-біріне теңдес сандар. 4 минус 3 бөлінген 5, 4 плюс 3 бөлінген 5. Енді мынадай мысал қарастырайық. Түбірлерінің бірі минус 4 плюс 5 и комплекс саны болатын теңдеу құрастырыңыз дейік. Бір түбірі берілген, яғни минус 4 плюс 5 и, онда міндетті түрде оның екінші түбірі оған теңдес сан болып табылады. Сонда x1 берілгені бойынша минус 4 плюс 5 и-ге тең, енді екінші түбірі оған теңдес сан минус 4 минус 5 и болып табылады. Енді осы екі түбірі арқылы теңдеу құрастыру керек. Көп мүшені көбейткіштерге жіктеудің мына формуласы сіздерге өткен сыныптардан таныс. Квадрат теңдеу құрастыру үшін осы формуланы қолданамыз. Мұндағы x1, x2 дегеніміз берілген теңдеудің түбірлері. Яғни бізде x1, x2 беріліп тұр. Енді квадрат теңдеуді құрастырамыз. x минус x1 минус 4 плюс 5i көбейту x минус x2 дегеніміз минус 4 минус 5i. Ары қарай. Енді қарапайым түрлендірулерді орындаймыз. Плюс 4 минус 5i, x плюс 4 плюс 5i. Жақшаны ашатын болсақ, сонда x квадрат плюс 4x плюс 5ix плюс 4x плюс 16 плюс 20i минус 5ix минус 20i минус 25i квадрат. X квадрат жазып қояйық. Ұқсас мүшелер біріктіреміз. 4x пен 4x қосылады, плюс 8x болады. Ары қарай 5x пен минус 5x жойылады. 20i мен минус 20i жойылады. Ары қарай плюс 16. Енді минус 25i квадрат дегеніміз ол бізде и квадрат минус 1-ге тең, минус 1-ді минус 25-ге көбейтетін болсақ, сонда плюс 25 болады. Сонда x квадрат плюс 8x плюс 41 деген квадрат теңдеу аламыз.